Ерасыл Сергылы және әріптесім Салтанат Смайыл. Ал бағдарламамызда әуелмен әрлеп сәндеп отырған Лашын Мұрат қызы мен Ерхат Қуанышұлы. Құрметті радио тыңдармандар, Алмат түн аясында Алдыбақан Айдары. Пауза. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болып аулыма кеп жатқаның ай. Айналайын қарағым, алтыным ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай. Көрмегелі көп айдың жүзі болды ау, есен аман жүрмісің жарқыным ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болып аулым ау кеп жатқаның ай. Жекжат болып радиоға келіп жатқаның ай. Қадірменді тыңдарман, мінекей әріптесім Ерасылдың орындауында сіздер күміс құмған ай халық әнін тыңдадыңыздар. Дәл қазір Ерасыл айтпақшы, біздің студиямызда қонақтарымыз отыр. Ол жас әншілер Айнаш Сәдуақас және де Айдана Сәдуақас. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті. Бұл кісілерді таныстырып өтейін. Жалпы Инстаграм желісінде әуесқой әншілер өте дауыстары да әдемі. Яғни гитарамен сүйемелдеп, енді әндерді айтқан кезде өздеріңіз қазір тыңдайсыздар. Енді бір керемет. Өздеріңіз де бағасын бере жатарсыздар. Біздің байланыс нөмірлерімізді естеріңізге сала кетейін. Қадірменді тыңдарман 393-22-73, 393-22-82. Сіздер де Алтыбақан аясында біздердің қонақтарымызбен бірге тербетіліп ән айтсаңыздар, немесе өлең оқысаңыздар болады. Хабарласыңыздар, қоңырауларыңызды күтеміз. Қазір енді қыздар қай өңірден боласыздар, және де туған жерлеріңізді айтып өтсеңіздер. Біз біріншіден барша тыңдармандарға кеш жарылық, түн қайырлы болсын. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Келіп отырғанымызға қуаныштымыз өзіміз өте. Біз, мен Айнаш Сәдуақас, Айдана Сәдуақас, біз Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының Көкдөнен ауылының тумасымыз. Сол жақта әке-шешеміз сонда тұрады. Қазір өзіміз осында. Бәрекелді. Енді барша тыңдармандардың құрметіне бүгін Алдыбақан аясында ән шырқайық бағдарламасында қандай ән орындайсыздар? Әннің аты? Армандаймын деген ән. Армандаймын деген ән. Содан Қазір енді құрметті радио тыңдармандар, Айнаш пен Айдана өте бір керемет ән айтады. Ал сол Айнашпен бірге Алдыбақан аясында тербетіліп, сіздер де хабарласып, ән айтуларыңызға болады, өлең оқуларыңызға да болады. Байланыс нөмірімізді тағы бір қайталап өтейін. 393-22-73, 393-22-82. Ал дәл қазір кезек Айнаш пен Айданада. Ал кәнекей. Мен сені армандаймын, ғашық болып, мен саған қалғандаймын. Келші сәулем, жаныма келші менің, кездесуді мен әлі армандаймын. Келші сәулем, жаныма келші менің, кездесуді мен әлі армандаймын.
жар басында отырдым ұзақ жылап сүйгенінен айрылған қиын екен жар басында отырдым ұзақ жылап Бере беріңіз, Любой. Кіріп отыр ма біреулер? Бізде солай. Біздікілерге таныстырып өтейік. Даусыңыз өте әдемі. Иә, өте керемет. Бүгін бізде қонақта жас әнші Айнаш Садуақас және де Айдана Садуақас. Құрметті радио тыңдармандар, Инстаграм желісінде көрермендер, бізге хабарласып, дәл осы Айнашпен бірге Алтыбақан аясында тербетіліп, ән айтамын, өлең оқимын дегендеріңіз болса, хабарласуға болады. 393-2273, 393-2282. Өздеріңіздің сүйіп тыңдайтын әндеріңізді, болмаса сүйіп оқитын өлеңдеріңізді оқысаңыздар болады. 57-26 айына бару керек. 57-26? Да, уже звонится, көрмей қалды. Өлең оқиын ба? Е. Ән туралы. Бір өлең оқыңыз, қыздарға сұрақ қоямыз. Ана кісі билеп отыр ғой. Ойбай. Қазақтың әнші қызына деген өлең екен. О, міне. Айтылым. Дариға Дәурен. Жоқ, Несіпбек Айтұлы, авторы. Қазақтың әнші қызына. Қазір бірден өлең оқып кетейін. Несіпбек Айтұлы. Қазақтың әнші қызына. Қазақтың әнші қызына. Не. Сосын сіздерге бір сұрақ қоя кетейік, жалпы әншілік өнерге қызығушылық қайдан пайда болды? Осы жөнінде екеулеріңіз айта кетсеңіздер. Сосын тағы ән айтасыз ба? Мен айтам, Айнашпен тербетіліп сіз айттыңыз ғой. Иә, тағы бір ән айтады ғой. Одан кейін тағы бір ән. Екеуміз бір мынандай айтайық, екі дауыс бар. Иә. Бұл қандай ән? Иә, әннің атын өздеріңіз. Иә, өздеріңіз хабарлап авторын айта кетесіз. Жоқ, авторын айтпайды. Жарайды, авторын керек жоқ. Әннің атын айтсаңыздар. Хабарласып жатыр әне. Тыңдаушылар. Онда қалайсыз? Ерқат Қуанышұлы деген ағалары. Өте керемет. Соны қабылдап аламыз ба, әлі қалай? Иә, қабылдаймыз да. Иә. Қоя береміз сұрақ. Бүйтік, мен қазір өлең оқиын. Сосын тыңдарман қабылдайық. Тыңдарман болғаннан кейін оқисыз ба? Сөйтейік. Ойбайды ішімде болады өзім жоқ.